Баршаңызға сіздермен бірге Давидкен. Бүгін түрік халқының Рамазан пиде рецептісімен бөлісемін. Жұп-жұмсақ кереметтей болып шығады. Ауыз ашарға дайындап көруіңізге кеңес беремін. Алдыңғы уақытта әлде көп видео рецепттермен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналға лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Маған сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Қамырды дайындауын бастаймыз. Ыдысымызға 400 мг жылы су құямыз. Егер де сізде таразы болмаса, шамамен 2 стакан жылы су құйсаңыз болады. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант қосамыз. 10 грамм ашытқы, шамамен 2 ас қасықтай болады. 30 мг күнбағыс май, осының бәрін жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 жұмыртқаның тек қана ақ уызын қосамыз. Ал сары уызын бөлек ыдысқа саламыз. Ол бізге пиденің үстінен жағу үшін керек болады. Сары уызының бетін полиэтиленмен кеуіп кетпеу үшін жауып бір шетке алып қоямыз. Алдын ала електен өткізілген 600-700 грамм ұнды 2-3-ке бөліп қамыр илейміз. Ұнды бірден салып жібермеңіз. Қамырдың бетін полиэтиленмен жауып 1-2 сағатқа көтерілгенше алып қоямыз. Мінеки менде қамыр 1,5 сағаттай көтеріліп шықты. Ұнды сеуіп қамырымызды аунатып аламыз. Тең 2 бөлікке бөліп дөңгелек формаға келтіреміз. Бір бөлігін полиэтиленмен жауып бір шетке алып қоямыз. Ал екінші бөлігін жайып аламыз. Тым жұқа қылып жаймаңыз, орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Противенге ұнды сеуіп, жайылған қамырды салып, бетін орамалмен жауып 15-20 минутқа көтерілгенше алып қоямыз. Екінші қамырды дәл бірінші қамыр сияқты противенге қойып, бетін орамалмен жауып, бір шетке алып қоямыз. Сол уақыттың аралығында жаңағы алып қойған сары уызға 2 ас қасық сүтті қосып, араластырып аламыз. 20 минут өткен соң көтерілген қамырды алып, бетіне сары уызды жағамыз. Енді саусақтармен видеодағыдай жақсылап басып аламыз. Видео рецепт ұнаған болса, арнама лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Қалауыңыз бойынша шеттеріне кунжут сепсеңіз болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіруге қоямыз. Градусын өздеріңіздің пештеріңізге лайықтап қоясыздар. Көріп тұрғандай екінші қамырымызда тағы да көтерілді. Дәл бірінші қамыр сияқты сары уызбен жағып, әдемі формаға келтіріп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке пісіруге қоямыз. Осымен біздің Рамазан пиде дайын болды. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Давидкен.